Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Бала емізудің 10 артықшылығы. Ана сүті өмір есігін жаңа ашқан сәби үшін теңдессіз қорек. Ананың ақ сүтін ешбір сүт қоспасы алмастыра да алмайды. Мамандардың айтуынша сүт қоспаларында кездеспейтін 400 түрлі қоректік зат ана сүтінде ғана кездеседі. Бұлардан бөлек сіз біле бермейтін тағы 10 артықшылығын тізбектеп көрейік. Бірінші, ана сүтінің құрамында ағзаға керек барлық нәрлендірушілер бар. Ақуыз, май, түрлі витаминдер, гормондар, темір, көмір су, минералды тұздар, кальций, фосфат, өмірге керекті микроэлементтер, липаза, лактоза, тағы басқа деп жалғасып кете береді. Екінші, ешқашан екі бірдей ана сүтін кездестіру мүмкін емес. Құрамы, майлылығы баланың қажеттілігіне байланысты өзгеріп отырады. Үшінші, ішек респираторлы жұқпалы, аллергиялық аурулардың алдын алады. Сондай-ақ өкпенің қабыну қаупін сейілтеді. Төртінші, баланың физикалық өсуін дамытады. Сана сезімін жетілдіреді. Бесінші, баланың жүйке психикасын дамытады. Алтыншы, ана сүтінің құрамында А, Е, Д витаминдері өте көп. Жетіншіден, баланың артық салмақ, семіздік ауруларына шалдығудың алдын алады. Сегізінші, емізу баламен қатар анаға да пайдалы. Ол сүт безінің қатерлі ісікке шалдығу қаупін 2 есе төмендетеді. Тоғызыншы, ана сүтін емген балалар тез тіл табысқыш, мейірімді болып өседі. Оныншы, емізу баланы да, ананы да жайлы сезімге бөлейді. Ана сүтінің осындай қасиеттеріне көздері жеткен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы емізу жөнінен халықаралық кеңесшілер ассоциациясы күн сайын балаңыздың иммунитетін арттырыңыз, балаңызды өзіңіз емізіңіз деп дабыл қағуда. Сондай-ақ Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы балалар қоры баланы емізу мерзімі 2 жыл екенін, әрі 6 айға дейін емшек сүтінен басқа ештеңе бермеу керектігін ескертуде. Ал Құран кәрімде бұл жайында 1400 жыл бұрын айтылып кеткен. Емізуді тамамдағысы келген кісі үшін аналар балаларын толық 2 жыл емізеді. Бақара сүресі 233 аят. Адамдарға ата-анасына қарайласуды бұйырдық. Ананың оған мешеулік үстіне мешеулікпен жүкті болып, 2 жылда омыраудан айыруы бар. Маған және әке-шешеңе шүкір ет. Қайтар орның мен жақ. Лұқман сүресі 14 аят. Бәлкім, баланы Алла тағаланың берген мұндай несібесін қақпау керек шығар. Егер сіздерге осы ақпарат ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп, каналға тіркеліп алыңыздар. Келесіде тағы да пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын.